Сәлем баршаңызға. Бүгін мен үй жағдайында 30 минутта дайын болатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Алдымен 4 жұмыртқамызды қант қосып ағарғанша соғып аламыз миксермен. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель салып, 2 бөліп массамызға саламыз да, осындай лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Противеніміздің үстіне пергамент төсейміз де, осы массамызды 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Массамызды осылай бір тегіс етіп жайып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін астындағы пергаментті алып тастаймыз да, ысылай орамалға осылай орап қоямыз. Салмасына кез келген салма бара береді, ол өз қалауыңыз. Мен бұл жерде вареный сгущенка жақтым, және де орап тағы да 2 шеттерін кесіп, әдемілеп ыдысқа бөліп қойдым. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Бетіне осылай шоколадты ерітіп әсемдеп шықтым. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет.